Атырау облысында болған бұл оқиға әлі күнге дейін қоғамды алаңдатып отыр. Қызылқоға ауданына қарасты Жангелді ауылында бір отбасының басынан өткен жағдай көптің жағасын ұстатты. Ресми мәліметке сүйенсек, отбасының ата-анасы өлі күйінде табылған. Бұл дерек расталған, алайда олардың ұлы мен қызы әлі күнге дейін табылған жоқ. Дәл осы жайт бұл істі одан әрі күрделендіріп отыр. Бастапқыда тараған ақпаратта бұл іске күйеу баласының қатысы болуы мүмкін деген нұсқа айтылды. Көпшілік те осы болжамға назар аударды. Бірақ уақыт өте келе марқұмдардың жақындары ел бұрын естімеген жаңа деректерді айта бастады. Туыстарының сөзінше, бұл істі бір адам жалғыз өзі жасауы мүмкін емес. Себебі жағдайдың өзі, оқиғаның қалай өрбігені және балалардың із-түзсіз жоғалуы, мұның бәрі бірнеше сұрақ туындатады. Ең алаңдататыны ұлы мен қызының тағдыры. Олар қазан айынан бері байланысқа шықпаған. Телефондар өшірулі, ешқандай белгі жоқ. Қайда екені, кіммен бірге болуы мүмкін, әзірге беймәлім. Осы тұста туыстары тағы бір маңызды жайтты алға тартады. Олардың айтуынша, бұл іске тағы да басқа адамдардың қатысы болуы мүмкін. Яғни күдік тек бір адаммен ғана шектелмеуі ықтимал. Бұл әзірге тек болжам, ресми түрде расталмаған ақпарат. Құзырлы органдар қазір нақты қорытынды жасаған жоқ. Тергеу жүріп жатыр, ал істің кей тұстары көпшілікке жария етілмей отыр. Сол себепті де қоғам арасында түрлі сұрақтар көбейе түсуде. Бұл оқиға жай ғана қылмыс емес, бұл бір отбасының күйреуі, екі адамның өлімі және екі баланың әлі күнге дейін табылмауы. Шындық қайда? Балаларға не болды? Бұл іске кімдердің қатысы бар? Әзірге бұл сұрақтардың жауабы жоқ, бірақ бір нәрсе анық. Бұл іс әлі толық ашылған жоқ және алда жаңа деректердің шығуы әбден мүмкін. Бұл оқиғада көпшілікті мазалаған тағы бір сұрақ. Екі ересек адамның өлімі мен екі баланың із-түзсіз жоғалуы бір тізбектің бөлігі ме, әлде бұл мүлде бөлек жағдайлар ма? Тергеу дәл осы сұраққа жауаптар іздеп отыр. Ауыл тұрғындарының айтуынша, соңғы уақытта бұл отбасының айналасында күмәнді жайттар көбейген. Кейбір көршілері соңғы күндері үй маңында бейтаныс адамдар жүргенін көрдік десе, енді бірі отбасында ішкі кикілжің болған деген пікір айтады. Алайда бұл сөздердің барлығы ресми расталмаған әңгімелер. Тергеу үшін ең күрделі мәселе балалардың жоғалу уақыты мен ата-анасының қаза тапқан уақытының арақатынасы. Дәл осы деталь істің бағытын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Егер бұл екі оқиға бір уақытта немесе бір жоспардың аясында болған болса, онда бұл істің сипаты мүлде басқа деңгейге өтеді. Туыстарының айтуынша, балалар өз еркімен кетіп қалуы екіталай. Себебі олар ешқандай жеке заттарын, құжаттарын немесе киімдерін алып кетпеген. Бұл жағдайда көп сұрақ тудырады. Тағы бір назар аудартатын жайт, істің кей тұстарының жабық жүргізілуі. Құзырлы органдар тергеудің мүддесіне байланысты барлық ақпаратты ашып отырған жоқ. Бұл өз кезегінде қоғам арасында түрлі болжамдардың таралуына себеп болуда. Кейбіреулер бұл істі алдын ала жоспарланған әрекет деп есептейді. Енді біреулер бұл тұрмыстық жанжалдың соңы деген нұсқаны алға тартады. Бірақ нақты дәлелдерсіз бұл пікірлердің ешқайсына шындық деп айту мүмкін емес. Бір анығы, екі адамның өлімі кездейсоқ емес, екі баланың жоғалуы жай сәйкестікке ұқсамайды. Бұл істің әрбір жаңа деталі қоғам назарында, себебі мұнда тек бір отбасының трагедиясы ғана емес, ауыл қауіпсіздігі, адамдардың бір-біріне деген сенімі, тіпті әділдік мәселесі де тұр. Балалар тірі ме? Олар қайда болуы мүмкін? Бұл іске тағы кімдердің қатысы бар? Әзірге бұл сұрақтар ашық күйінде қалып отыр, тергеу жалғасуда. Ал жаңа мәліметтер шыққан сайын бұл істің төңірегінде көрініс те өзгеруі мүмкін. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, өз ойыңызды пікірге міндетті түрде жаза кетіңіз.